Қазақстан халқына үлкен алғысымды айтамын. Біріншіден Алла, екіншіден халқымға. Ұлттық ұланның істемеген, үкіметтің істемеген халқым істеп тұр ғой. Рахмет айтамын. Бір күннің ішінде осындай сума көтерілгенде мен жүрегім жарылып кете жаздады, шыны керек. Бар. Балама айттым. Балама ондай нелерді айтпайтын. Бірақ соны барып Ербаяныма айттым. Ербаян, сен емделесің. Халық көмектесіп жатыр деп айттым Ербаян. Көз қысты, қуанды, көзінен жас шықты. Алғысым шексіз халқыма. Рахмет. Сол қалай сбор ашылды, халық салған, каждый салғандары маған хабарласты. Бәрінің звоноктарын көтердім. Бәріне жауап бердім. WhatsApp-тан алғысымды айттым. Рахмет. Бұл жалғыз менің баламның несі емес қой. Одан да Ербаяннан бері бұла қарай да қаншама сарбаздар жарақат алып отыр ғой. Қайталанбаса екен деймін. Қазақтың әр баласы аман болса екен деймін.